Халық банк ұйымдастырған әр ай сайын пәтер ұтыс ойынның алғашқы жеңімпазы анықталды. Ауылдың қарапайым мұғалімі Ғалияш Барлыбаева Алматыдағы Хан Тәңірі тұрғын үй кешенінен берілген баспананың иесі атанды. Бұған дейін Халық банк несие рәсімдеген барлық клиенттерінің арасында 3 пәтерді ұтысқа тіккен еді. Енді 2 үй қараша мен желтоқсан айларында ойнатылады. Ғалияш есімді біздің клиентіміз Талдықорған қаласының тұрғыны жеңіске жетті. Ғалияш, сізді пәтеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ғалияш Халық банктың әр ай сайын пәтер ұтысының алғашқы жеңімпазы. 30 мыңға жуық қатысушының арасынан бағы жанып, Алматыдан пәтер ұтып алған азаматша ауыл мектебінің мұғалімі. Алматы облысы Ұлан ауылдық орта мектебінде тарих пәнінен сабақ беретін ұстаз банктың несиені қайта қаржыландыру қызметін қолданып, ұтысқа қатысушы болып тіркелген екен. Менеджер қыздар сол жерде көп рахмет ол кісілерге. Сөйтіп айтты маған, осында біздің банкта осындай акция болып жатыр, сіз соған қатыса аласыз, сіз ақыры кредит алдыңыз ғой, соған қатыса алсаңыз болады, міне пәтерге сондай не болып жатыр деп. Сонан кейін мен енді шынымды айтсам сенбедім. Халық банктың ұтысына қатысу үшін банк бөлімшесінде кемінде 500 мың теңгеге қолма-қол ақшалай кредит рәсімдеу қажет. Болмаса Хоумбанк мобильді қосымшасы арқылы 200 мың теңгеден басталатын кредитті онлайн алу керек. Немесе банк серіктестерінен Хоумбанк ұялы қосымшасынан онлайн бөліп төлеу арқылы тауар сатып алу керек. Кредит алған клиенттер міндетті түрде ай сайын кемінде Хоумбанк Халық банк мобильді қосымшасында бір төлем міндетті болып табылады. Яғни төлем дегеніміз не? Бұл коммуналдық төлемдер, айыппұлдар, салық, жалпы ұялы байланыс нөміріне ақша аудару, дәл осындай төлемдерді жүргізсе жеткілікті. Сондай-ақ Алматыдағы Хан Тәңірі тұрғын үй кешенінен тағы 2 пәтер жыл соңына дейін ойнатылмақ. Ал бірінші кезеңде ұталмаған қазақстандықтардың екінші және үшінші кезеңде де ұтыс ойынына қатысуға мүмкіндіктері бар. Лимар Салих, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.